ассорти компот дайындауға кірістім. Бұл жерде өзіміздің бау-бақшада өсіп өнген алма, алмұрт, ранеткалар осындай көлемде турап алдым. Қара өрік қосамын, жуып, тазаланып, кеуіп тұр. Және өзімнің өсірген бархатцы гүлім. Бархатцының пайдасы өте зор, ас қорыту жолына, жүрек, қан тамырларына дегендей. Базилик және жалғыз. Осылай алмаларды салып алдым. Енді үстінен қара өріктерді қосамын. Арасынан қаттылауларын таңдап алдым өріктің. Ыстық су құйғанда жарылып кетпейтіндей салып шығамыз. Өзіміздің талғамымызға қарай жемістерді осылай салып алдым. Ал егерде сіздер бұл көп десеңіздер, азырақ салсаңыздар болады. Әр банкаға осындай көлемде жалғыз салып шығамын. Осылай. Енді базилик қосамын. 2-3 жапырақтан салса да көп болмайды. Ең соңында бархатцының гүлдерін саламын. Өзіміздің аулада өсіп тұрған бархатцы гүлі. Біз гүлдерге ешқандай химия қоспаймыз. Енді қант 3 литрлік банкаға осымен 2 шашке саламын. Бұл 400 грамм шамамен. Ал 2 литрлікке осының біреуін саламын. Қантын салып алдым. Енді оттан жаңа ғана қайнап түскен ыстық судан құямыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қанты әбден ерігенге дейін банканы осылай жатқызып айналдырамыз. Түсі де әдемі, өзі де өте дәмді. Компот болып шықты. Алла бұйырса, қыстың күні ашып дәмін көретін боламыз. Компоттарды аузын мықтап бекітіп, төмен қаратып, осылай қойып қойдым. Енді үстін көрпемен қымтап жауып, әбден суығанға дейін осы жерде ұстаймыз.